Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Тараз қаласы номер 34-ші орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Мендиярова Құндыз Берікқызы. Бүгін біз сіздермен адамгершілік асыл қасиет бөлімі бойынша 5-ші сыныптармен Бердібек Соқпақбаев «Менің атым Қожа» тақырыбы бойынша сабақ өтеміз. Сабақтың оқу мақсаты 5-те 1, 2-де 1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Сабақ мақсаты «Менің атым Қожа» хикаятының мазмұнын түсіну, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, шығарма идеясын талқылап, өзіндік пікір айту. Сабақты бастамас бұрын телефон әдісі арқылы алдыңғы сабақта өткен Бердібек Соқпақбаевтың өмірі мен шығармашылығына қысқаша шолу жасаймыз. Бірінші сұрақ. Бердібек Соқпақбаев қандай повестер мен романдар жазған? Бердібек Соқпақбаев қашан, қай жерде дүниеге келген? Жазушының атын ерекше танытқан туындысы қандай? Менің атым Қожа қай жылы экранға шықты? Қандай жүлдені жеңіп алды? Осы сұрақтар арқылы өткен сабақты бекітеміз. Алдыңғы сабаққа қызығушылығын ояту мақсатында көгершін әдісі арқылы берілген суреттерде оқушылар кімдерді көріп отырғандарын баяндайды. Көгершіннен хат әдісі арқылы суреттерден тірек сөздерді тауып алған соң сұрақтарға жауап береді. Мына суреттен кімдерді көріп тұрмыз? Бұл кейіпкерлер туралы не білеміз? Бұл шығарманың авторы кім? Сонымен сабақ тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Оқушылар сабақтың тақырыбын анықтағаннан кейін оқушыларға тақырыпқа байланысты әдебиет теориясынан қосымша ақпарат ұсынылады. Яғни, бүгінгі өтетін сабағымыз Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесі. Повесть дегеніміз эпикалық жанр түрі. Шығарманың негізгі ойы жас жеткіншектерді адамгершілікке, шыншылдыққа, қайырымдылыққа тәрбиелейді. Повесте кішкентай қожаның мектеп жасындағы бастан кешкен әртүрлі қызықты оқиғалары жайлы баяндалады. Ол қанша бұзықтық жасаса да, жақсы адам болуға талпынысы жоқ емес. Өзінің жасаған бұзықтығының бәрі әкесіз өскендігінен деп ойлайды. Қожа өзінің мінезін, тәртібін өзгертуге тырысады. Әңгімеде қожаның балалық махаббаты да үлкен рөл ойнайды. Ол сыныбындағы үлгілі, тәртіпті, әрі сабағын үздік оқитын Жанар деген қызды жақсы көреді. Тіпті кей кездері Жанарға арнап өлең шығарады. Жанарды әрқашан көргісі келіп тұрады. Қожа жазушы болуды армандайды. Шығарманың негізгі идеясы автор ауылдың тұрмыс тіршілігін, балалық шақтың алаңсыз, жарқын бейнесін суреттей отырып, қожа кейіпкері арқылы жақсылыққа тәрбиелеу. Повестің тақырыбы, идеялық мазмұны, көркем образдардың сомдалуы, әсіресе шығармада назарымыз көбірек ауатын қазақтың қара баласының еркін, ерке, арманшыл мінез, күлкілі қылықтары, сенімі мен нанымы, өмірге деген тұңғиық көзқарасы, жүрегінің дірілі, қырсық, қайсар қылықтары, ақылмандығы, нәзік психологиялық жан құбылысы алғырлығы, табандылығы, досқа адалдығы, бәрі қоспасыз келістіре бейнеленген. Қожа есер емес, есті тентек. Бір көрген адамға жаман бала, қиын бала болып, кейін мүлде өзгеріп, жақсылардың қатарына қосылып кетеді. Повесте бастан аяқ юморлық стильде жазылған. Сондықтан ол әрі көңілді, әрі жеңіл оқылады. Бірін-бірі қайталамайтын, қысқа-қысқа жазылған, әр тарау өз алдына бір оқиға ретінде құрылған. Менің атым Қожа фильмінің түсірілу барысынан бейне ролик көрсетем. Келесі топпен жұмыс жүргізіледі. Бірінші тапсырма. Пазл әдісі бойынша оқушыларға мәтін бөліктері таратылады. Алғаш мәтін бөлігімен өз тобында танысып талдайды. Мазмұнды меңгереді.
Сосын әр топтан бір өкіл шығып, басқа топтарға барып, солардың үзінділерімен танысады, талдайды. Сосын қайта өз топтарына келіп, басқа топтардың үзінділерін өз тобына айтып береді. Осылай шығарма мазмұнын меңгереді. Дескриптор шығарма мазмұнын меңгереді, мазмұнын талдайды. Қалыптастырушы бағалау смайликтер арқылы. Бірінші топқа берілген мәтін мазмұны. Келесі сабақта қайсың бақа ұстап әкелесіңдер? Деп сұрады зоология пәнінің мұғалімі Оспанов. Мен әкелемін дедім. Қадыров, сен әкелесің, ұмытып кетпе бірақ. Ағай, неше бақа әкелейін? Бір-екеу әкелсең жетеді. Мен бір-екеудің орнына тіс порошогінен босаған қаңылтыр қобдишаға толтырып 5 бақа әкелдім. Оның біреуі ғана үлкендеу еді де, басқалары кішкентай ұсақ бақалар болатын. Бірінші сабақ қазақ тілі. Класқа Майқанова кірді де, класс журналы мен сумкасын менің алдыма стол үстіне қалдырып, өзі тысқа шығып кетті. Қоңырау әлі бола қоймаған. Сол кезде сап етіп басыма бір қызық ой келе қалды. Кішкентай бақаның бірін Майқанованың сумкасына сүңгіттім де жібердім. Не болар екен? Қоңырау соғылды, сабақ басталды. Тізім шақырып болғаннан кейін Майқанова сумкасын ашып, қол орамалын суырып алды. Сол кезде кішкентай қара сұр бақа қол орамалмен қоса секіріп шығып, секемшіл мұғалімнің қолының дәл үстіне қонбасы бар ма? Майқанованың шаңқ еткен даусы бірақ шығып үлгерді. Өңі құп-қу болып сылқ етіп құлап бара жатыр. Майқанова содан сабаққа 2 күн бойы келмеді. Шошынып ауырып қалыпты. Жұмысқа бүгін ғана шығып отыр. Бүкіл мектепті даңғаза қылған бақа оқиғасының мән-жайы осындай еді. Екінші топтың мәтіні. Мен байыбына бара алмаған жұмбақтың шешуін үйге келгеннен кейін мамам айтты. Балам, сен класс жетекшіңе бекер ренжисің. Майқанова маған өш, мені жек көреді, қыр соңыма түсіп алды дегенің бәрі бос сөз, деді мамам. Жек көрген адам педсоветте саған жаны ашып, қорғап сөйлемеген болар еді. Ол сені жек көрмек түгіл жақсы көреді, осыны біл. Оған ұнамайтыны сенің тентектік қылықтарың. Жасында жетімдік өмірдің тауқыметін көп тартып, жүйкесі жұқарып өскен адам тарынғыш, ашуланшақ болады. Сендердің әрбір жөнсіз қылықтарың оның миына инедей қадалып тұрады. Майқанованың шыж-быж етіп ұрса жөнелетін осы себептен. Мінез әлгіндей адамға сендер секілді жүгенсіз асаулармен арпалысу жеңіл тимейді. Сен ақмақтар, осыны түсінулерің, мұғалімдерді аяуларың керек. Мамамның Майқанова жөнінде айтқандары маған ой салды. Шынында да, оның менімен өш боларлықтай 6 аласы, 5 бересі бар ма? Шырылдаса, ұрса, бізді адам болсын, жаман жолға түсіп кетпесін дейтін шығар. Я, мамам айтпақшы, біз бала деген ақымақ халықпыз, шолақ ойлаймыз. Үшінші топ. Кешкі астан кейін төреге кіріп, стол шамды жақтым да, сырттан ештеңе көрінбестей етіп терезе перделерін түсірдім. Бұрышта кісі бойы үлкен айна тұр. Столымды соның дәл алдына тақап қойдым. Да дүниені шулатып сойқандап жүрген қылмыскер қожамен бетпе-бет келіп отырдым. Қадыров, қожаның жеке бас құпиясы кеңесі ашық деп жариялаймын. Күн тәртібінде бірақ мәселе, тәртіпті үлгілі оқушы болу үшін мен бұдан былай не істеуім керек? Күн тәртібін протоколға мәнерлеп жаздым да қылмыскердің жүзіне қарадым. Ал сөйлеп атырым. Ол арсыз бұның бәрін қалжың деп ойлайтын болу керек. Күледі маған қарап. Көзін бағжитып, ернін шығарып, аузын қисайтып, келе-келейді өзімді. Оның бұл қылығына менің ызам келіп, ашуым қайнап кетті. Қабағымды қарс түйіп, Ахметовке еліктеп, столды тарс еткізіп қойып қалдым. Түрегел. Батырыңа жан керек екен, үшіп түрегелді. Отыр. Қайта отырды. Неге шақырдың қожатай? Деп әжем кіріп келе жатыр. Шақырғам жоқ, ары барыңыз. Дауыстағандай болдың ғой. Сізге емес, жайша, мұнда құпия кеңес өтіп жатыр. Бөгет жасамаңыз. Келесі тапсырма жұптық жұмыс. Гармошка әдісі бойынша жалпы мәтіннің мазмұнын түсіну үшін
оқушыларға мәтін мазмұны бойынша сұрақ дайындалады. Гармошка әдісі арқылы екі оқушы бір-біріне сұрақтар дайындап алмасады. Жұп мүшелері оған өз дайындаған сұрақтарын қояды. Сұрақтарға толық және нақты жауап береді. Дескрипторлар шығарма мазмұны бойынша сұрақ дайындайды, сұраққа нақты жауап береді. Келесі жеке жұмыс, үшінші тапсырма. Берілген кестеге шығарманың тақырыбына дәлел болатын кейіпкерлердің әрекеттерін орналастырыңыз. Сол бойынша шығарманың тақырыбы мен идеясын бір сөйлеммен беріңіз. Кейіпкер, бір кейіпкер, 4 әрекет. Оның тақырыбы, идеясы. Дескрипторлары шығармадағы 4 кейіпкердің бір әрекетін таңдайды. Әрекеттер негізінде шығарманың тақырыбын сөз тіркесімен береді, идеясын бір сөйлеммен түсіндіреді. Қалыптастырушы бағалау, домбыра. Егер тапсырма хрестоматиядан менің атым тарауын оқып, сүйікті кейіпкерге хат жазыңыз. Рефлексия. Бүгінгі сабаққа қатысты құнды пікір қалдырыңыз. Білім банкі арқылы карточкаларға өз пікірлерін жазып, банкоматқа жабыстырады. Қорытынды. Біле бер, қанша білсең тағы тіле, жетерсің мақсатыңа біле-біле деген Жүсіп Баласағұнның сөзімен сабағымызды аяқтаймыз. Сау саламат болыңыздар.